жылдан бері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Наурыз мейрамын тойлау жаңаша сипатқа ие болды. Наурызнама 10 күндігі енгізілді. Ұлытау облысында Наурызнаманың әр күні кең көлемде тойланып жатыр. Биылғы Наурыздың ерекшелігі облысқа қарасты әр қала мен аудан облыс орталығына келіп 10 күнге созылатын. Наурызнама аясында түрлі мерекелік шаралар ұйымдастыруы. Наурызнаманың алғашқы күні амал мерекесі, яғни көрісу күні. Бұл күннің мәні мен маңызын айшықтауға Жезқазған қаласы жауапты болды. Алланың рахметі болсын осы үйге. Уағалейкумассалам, Дәулетжан. Алла өздерінің де қадамдарыңа құт бітірсін. Төргі өзіңдер. Амансыздар ма? Алланың берекесін берсін сіздерге. Ордалы әулет болыңыздар, ата-апа. Мерекеміз құтты болсын, жылдан жылға, жастан жасқа жете берейік. Барлық Жезқазған қаласының тұрғындарын және қонақтарын амал мерекесімен құттықтағым келеді. Еліміздің тойы көп болсын, ағы мол болсын деп тілеймін. Амал мерекесі құтты болсын. Шаңырақ күнде Ұлытау ауданынан келген өнерпаздар тұрғындар үшін мерекелік концерт қойды. Қазақ мәдениетіндегі шаңырақтың қадір қасиеті ерекше насихатталды. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын. Наурызнаманы әрі қарай жалғастыра береміз. Шаңырақ күнінде барлық халыққа, осы ел жерлестеріме тілейтінім, шаңырақтар биік, керегесі кең болсын. Шаңырақ күні құтты болсын. Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күнінде Жаңаарқа ауданының шығармашылық ұжымдары көпшілікке арнап концерт қойып, қазақ мәдениетінің бай мұрасын таныстырды. Жөн жыралғы мен әдеп ғұрыптар сахналанды. Ұлттық киім ұлт тарихы мен дала өркениетінің ажырамас бөлігі. Бұл күнге Сәтбаевтықтардың дайындаған тағылымды шарасы ерекше. Жаңару күні Наурызнама 10 күндігінің 6-шы күні өмірдің жаңаруын бейнелейді. Бұл күні Қаражал қаласы мен оған қарасты Жәйрем ауданынан 150-ден астам өнерлі қыз-жігіттер келіп, тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Осылайша Наурызнама 10 күндігі аясында өтіп жатқан мерекелік шаралар Ұлытау облысының тұрғындарына ұмытылмас әсер сыйлауда.